ойбай, не осындар жерін? Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Димон Лимон. Мен бүгін компьютер ағам видеом салатын болам. Мен компьютер коробкасын ашып, разбор кәдімгідей пайдалы және қызықты видео шығады достар. Но мен уже оны алып қойғанмын. Міне компьютерім алдында отырмын. Мынау мен компьютерім тұр, бірақ сендерге көрсетпеймін. Оны видеода көресіңдер. Және мен соны қалай ашқам, реакциям бәрін көретін боласыңдар. Короче, видеоны көрсеңдер, өте қызықты болып шыққан. Ал давайте бастайық. Достар, мына жақта көргендеріңіздей екі коробка тұр. Біріншісі мен ашып жатқан ол басқа коробка, компьютер емес. Ода, короче, достар, ішінде компьютердің видеокарта, материнская плата, солардың коробкасын сал жер дегенмін мен. Видеокарталардың, өйткені мүмкін олар сөйтіп алдап жүретін шығар, мүмкін олар басқа компанияныкін ескісін сал жүретін шығар. Сондықтан маған оригиналын берген үшін, сен маған соның оригинал коробкасын де бер деп айтып жердің. Мен осы компьютерімді Каспийден бердім. Алматыдан Шымкентке сап-сау болып келді. Ма 50-60 Ti алған. Момент достар, мен әлі сенамай тұрмын. Ма, міне видеокарта. Windows 2X какой-то. 50-60 Ti. RTX 50-60 Ti. MSI деген компания. Жақсы компанияны таңдадым сразу. Ішінде бір нәрсе бар еще. Коробканы жыртайын деп қалдым, ашатын жағын таппай қалдым. О, инструкциясы бар екен. Давайте инструкция жүрсін. Видеокартаны осыған сап қойғанмын. Блок питания не шарю, бірақ 750 деп өтірік айта сағым, соны әкелді ғой. Ма, бола ма десе ол, блок питания не шарит етіп 750 деп өтірік айта сағым, сөйтсем маған бір компанияның беріп жерген екен. Сөйтіп зерттесем, оказывается, жақсы компания екен. Ол блок питания 750 ваттық. Менкі максимум 400-ге шын барады деді, или даже 500-ге шын барады. Шар болды. Запас 250 бар. И все, смело. Ал келесі және соңғы коробкамыз ол материнская плата. Сосын компьютер ашамыз айтып қойын. Материнская платаны тоже жақсын берген. Материнская плата обуым, кажется, ма. Надо енді тым жоқ екен. Мен анан шошқа тыншы блок питаниен. Короче, достар, осы 3 коробканы сал жерген. Официально. Мен мынау нешің маленький коробка десем, видеокарта осындай екен ғой, 2 кулерлік. Достар, сендерге тағы бір көрсетіп кетейін жақыннан. Короче, міне, егер де сендер видеокартаны алсаңдар өйстіп көрінеді. Windows 2X 50-60 Ti міне. Міне, достар, менікі негізінде өйстіп көрінеді. Қазір компьютерді тоже көрсетем. Вот, ал мынау блок питаниямыз 80 плюсы бар еще. Именно материнская плата. B760 M-Gaming плюс Wi-Fi дейді. Вот. Ал енді, достар, компьютерді ашайық. Кесуді бастайық. Ма, достар, компьютерім тұр мынау. Енді мынау компьютерім тұр. Найсенам, полностью шешінге жатыр ма? Рахат, достар. Короче, менің компьютерім қандай төс көрініп тұр ма? Көрмедіңдер әлі. Это секрет. Вот. И қалай алам, мен түсінбей тұрмын. Ойбай. Не осындар жерін алынбайды ғой. Коробкамен размері бірдей екен, жабысқан ғой. Ондай істейік. Ну, ладно, мен бұны негізі лақтырамын, так что коробканы жырта берейік, кеттік. Міне, қалай шығарамыз бұны? Ма, шығып жатыр. Ойбай. Олына бөлік шығып кетті тоже.
сен тоже бөлек ала емес. А бұл задний часть корпуса екен ғой. Корпустың задний часть екен мынау. Бұда, блин. Type-C жоқ. Ладно. Ема артта ешқандай разъем жоқ па не? Кекші дейш. Қайда болады, не? Так, тоқтаңдар. Ема. Бүйтіп тұра алады ма не видеокарта? Так, достар, короче. Ой-ой-ой. У меня біртүрлі тұр. Укрепление. Оно, кажется, видеокартаның укреплениясы, ну. Да? Мынан аяқ что-то қисайып тұршы. Ойбай, достар. Мен наоборот ұстап тұр екен, өйстіп екен. Мен наоборот, видеокартамыз наоборот тұрды ойлап тұрмын ғой. Оказывается, коробкаға жатқызып саған екен ғой. Бәсе артында мынандай разъемдар жоқ деп ойлап қалдым ғой мен наш етін ашып. Бар екен ғой, тоқтым ау не? Какой-то бір нәрсе бар. Так, артта все по-старому. Type-C жоқ, кстати. Ничего. Өзім енгізем Type-C-да. Достар, міне. Не үшін керек? Арнай қойып қойған ғой, керек сияқты достар. Окей. Короче, что за красавица. Мен наоборот ұстап тұр екен бағанадан бері, міне достар, короче, іші осындай. MSI компаниясы. Так, просто видеокарта жанып тұратын еш нәрсесі жоқ. Oh my gosh. What the hell? Caution. Бір көрсетейік. MSI міне RTX 560 Ti бұл. Жақта екі не тұр, кажется, SSD ма солар тұр міне. Тағы да бір MSI, бізде драконымыз, ол MSI деген сөз міне. Если что, надписі да бар. Кулер тұр, ең жақта 3 кулер міне. Міне 3 кулермен осындай компьютерда. Ема? Ондай қойып, көп орнамайды екен ғой. Тұр ғой. Демі тұр. Ё-моё. Демі просто. Так, Восток. Новый компьютерге новый кабель. Блок питания строим. Достар, мен осы коврикті қоюды ұмытып кетіппін. Так что осы ковригімді қояйын. Осындай ұзын шнур. Деп келістік әйтеуір сөйтіп ше. Қандай экран? Қосайық. Xiaomi. Монитор. Анимешный болып тұр. Бөлек өзің камераға тұрған. Достар, мені красавчик компьютерім қосылды, бірақ көріп тұрғандарыңыздай мен мониторым қосылмай жатыр. Оның кабелін сөйтсем мен материнский платаға тық қойған екен. Материнский плата емес, оны видеокартаға тығады екен. Сонымен тықтым. Короче, достар, уақыт өтіп, біз наконец-то қостық. Оу май гад. Машаллах деген нәрсе болды, достар. Жақта еще 3 кулер тұр негізі. MSI. Бұл жақта жанып тұрған тек осы бізде гигабайтымыз. Кажется, бұл гигабайт бізде. Fury деп қойды. Fury деген ол біздің кулеріміз, охлаждениеміз. Конечно же, коврик, клавиатура, мышка и монитор.
И все қосылды. Яма 10 секунд бағаншабыз. Уже осылай ғой. Вот, мына. Қазір сап-сар болып тұруы мүмкін. Мына тегесетіп қоямын, чтобы көзге зиян болмас үшін ол. Кей монитор екі көзімді айырайын деп тұр ғой. Осы маленький екі көзімді дәу болып. Короче. Oh my gosh. What the heck was that? Oh my gosh. I love you, my baby. MSI. Тут кто-то крутится. Жаққа тағы бір SSD ма? Соңғыға болды. Мына жаққа үшеулік сыймайды ау, я. Осын көремін кейін. Или корпусын ауыстыра саламын. Корпус сата саламын, или розыгрыш қоймын, когда мен подписчиктерім көп болған кезде. И все. Кеттік, өшірейік. Так, короче, енді давайте, достар, ойнап көрейік. Негіз кәдімгідей. Қарандар. Бірінші раунд, давайте. CSGO. Мен CSGO негіз вообще ойнамаған өзім компьютерімнан. Қазір типа бірінші рет кіріп тұрмын. Тек нелерден ойнағым. Игротекалардан, достар. Нан қарандар, қанша FPS? 180-ге шын барды. Бағады 200-ге шын барды. Ал, төбеге қарасам вообще кетті ғой, достар. Нан қарандар, итог, качество. Вообще ең мықтысында тұр. Ой-ой-ой. О, достар, бірінші басқа кетті ғой, я, достар. Қазір көремін, достар. Ё-моё, баспен кетіп отыр бәрі. Мақұл, соңғысы енді намен кетті. Так, өздерін өшіре беріңдер, я. Блин, достар, өшірмейді қосылар. Так, қазір. Қандар. Мені, ой-ё, қазір 70 градус болып тұр екен менің видеокартам, достар. Мені 68 градус. Короче, наңғарандар. GPU деген ол видеокарта, CPU деген ол процессор. Наңғарандар. Видеокартам қазір 70%-ға шейін барып тұр. Және 92% жұмыс істеп тұр. Типа қатты жұмыс істеп тұр. Мен ойнасам, короче, 140-тан түспейді ғой. Даже 150-ден түспейді. Наңғарандар, жүрсем де 200-ге барып жатыр. Наңғарсаңдар қандай плавность, я? Рахатнай просто. Ё-моё. Оба біріншісі. Оба екіншісі, достар. О, достар, бәрі басқа кетті ғой. Достар, мәне, короче, осындай отыр. Ой, үлгірмейміз. Ойбай, достар, наңғарсаңдар, короче, Poppy Playtime енді. Оғанда нормальный компьютер керек негізі, бірақ мықты емес. Йо, 500 FPS. Ё-моё. Итог градусы 70-ке бармай тұр. 50-ге бардым нау енді 50-ге. Ё-моё. Нан өткізуге аламын? Өткізуге болады екен. Ё-моё, достар, Poppy Playtime. Ойбай, азайып кетті, тоқтаңдар. Достар, короче шы, качествосын ең мықтыға қойған мо, енді ойнаса нен 100 болады екен. Йо, сонда бұған сонда не ғой, достар? Counter-Strike'тан да мықты компьютер керек екен ғой бұған, Poppy Playtime ғой. Йо, мен ондай деп ойламаппын. Нан қарандар. 100 болып қапты уже. Йо-моё. 100% қолданып жатыр. Мә негізі одан да мықты ойындар қандай болады екен, достар, интересно аш просто. Мә. Йо, мен видеокартам қарасаңдаршы. 75 градус. Йо-моё. Мынау тұрғын мін, достар, мынау. GPU деген видеокартамыз 75 градус болып тұр ғой. Йо-моё. Йо, достар, короче, ойбай, Left 4 D2 деген ескі ойынға кірдім. Негізі ол ескі ойын кәдімгідей. Жай бір кіріп көрейінші дедім. Менде просто басқа ойын жоқ, достар. Басқа ойындар тегін тартуға болады, бірақ одан вирус кіреді. Сондықтан мен оларды тартпаймын. Негір қыз болдық, достар, короче, тұқтандар. Качество қандай болып тұр, көрейікші, достар. Мені, достар, мені. Качествосын қарандар. Мықты, өте мықты. Бәрі мықты, 16x, 8x. Мықтысына қойып тастаған ғой, шын, достар. 300 FPS, достар. Бірақ не? Менің градусым одан аз болып тұр, достар, әні. Енді бұған шлей қатты қызу керек емес қой, бұл оп-онай ғой, достар, бұл ойында. Нан қарандар, 300 FPS вообще онай ғой. Ё-моё.
Достар, короче, егер де осы ескі ойын тоже ұнаса, ну жақсы ойын, жай бұрынғы ойын да, достар. Короче, осы ойын ұнаса, достар, сендерге мен осын да салатын болам. Ё-май, қанша зомби, кетіңдерші. Ойбай, кетің. Адам бір нәрсе болды. Оба. Не мынау? Лақтар екен. Сол жаққа зомбилар келді. Достар, мынаны қараңдар. Качествосын өте мықты қойдың. 300 FPS болып тұр. Достар, егер де сендер бір мықты ойынды тексергілерін қаласыңдар, лайк бас кетіңдер, просмотр көп болса тексерем мықты ойындарды. Басыма секіретін алды. Секірмеді. Достар, лайк, подписка көп болсаңдар, қаласыңдар, мен мықты ойынды да салып көремін, короче. Ой, оналар келер таман. Мықты ойындарды тексеріп көреміз, достар. Осымен негіз видеоны аяқтайық, достар. Менде басқа ойын жоқ, просто тексерейін десем. Мен соларды тексеріп көретін болам, ана одни из нас дегендерді ойнаған ғой, достар. Вот сол ойындарды тексеріп көрем. Тағы қандай ойын тексергем қалайсыңдар? Сол ойын жазып кетіңдер, мен сол ойын тексерем, сендерге ұнаса. Давайте осымен видеоны аяқтайық. Келесі видеода кездескенше, родной. Видеоны аса қолдап кет. Пока.